Магазиндер туралы айтқым келген қазір. Қандай магазиндер? Инстаграмда қазір көріп жүрген боларсыздар, неше түрлі жарнамалар шығып жатыр. Интернет магазиндер. Интернет магазиндер, иә. Көбі маған осы туралы күніне 100 адам жазады. Ең бірінші алданбас үшін мен сіздерге айтарым, ең бірінші мекен жайына назар аударыңыздар. Мекен жайы олардың көбінесе өтірік мекен жайы жазады олар дейтін. Дүкеннің. Иә, дүкеннің мекен жайын сіздер мына Тугис дейтін приложение бар. Иә. Соған жазып қарасаңыздар, бұл жерде көрсетеді, ондай мекен жай жоқ екен. Екіншісі, ақшаны қайда аударатыныңызды қараңыздар, ақшаны. Яғни олар көбінесе карта другого банка, Каспийда білетін барсыздар, карта другого банка деген бар. Соған ешқашанда ақша жібермеңіздер, себебі оларды табу уже мүмкін емес болады. Карта другого банка никогда жібермеңіздер. Үшіншісі, мекен жайын айттық. Енді үшінші төменде комментарий, яғни пікір жазатын жерде олар көбінесе өздерінің комментарийсін жауып тастайды. Өйткені ол жерде комментарий өте жаман пікірлер жазады кісілер. Сондықтан олардың комментарийсы жабық болады. Жабық болса, мен сіздерден заказ бермеулеріңізді, яғни тапсырыс бермеулеріңізді сұраймын. Осы үшеуіне назар аударуларыңызды сұраймын. Көбі маған осы туралы жазады, қалай алданбауға болады деп, міне осы нәрселерге назар аударыңыз.